Бұл заманда билік ұстаған адамды аяңыз, оған жаныңыз ашсын. Пайғамбарымыз бір хадисінде билікке лайық болмаған адамдарға берілгенде қиямет сағатын күте бер дейді. Демек ақыр заманда адамдар бұзылып кететіндіктен оларға сай бұзық адамдар тобы дүниені билейді. Солар билікке келеді және оларға Мәхди Хазірет шыққанға дейін үстемдік беріледі. Ал біз сол айтылған ақыр заманда тұрмыз. Мәселен, Алла қарғысына ұшырап, отансыз, ел жерсіз сан мың жыл қаңғып жүрген еврейлердің соңғы ғасырдан бастап билікке келуі, олардың бар байлық пен құқықты қолына ұстауы, дүниені билей бастауы қатарлылар сол қияметтің көрнекті белгілеріне жатады. Ал олар жер жүзінде тек қана жамандық істейді. Сондықтан оларға ақыр заманға тым таяған кездегі қысқа уақытта билік берілген. Олар Алланың жаратылыстарының табиғатын, яғни генетикасын өзгертуде. Бұл Құранда да айтылған. Мәселен, қазір генетикасы өзгертілген көкөністер, жемістер, тауық, сиырлар көбейді. Олар тіпті адамдардың табиғатын өзгертіп, адамзатты бұзбақшы болуда, адамдарды Лүт қауымы сияқты азғын еткісі келеді. Ал мұсылмандардың күші 1683 жылдан бастап түсе бастады. Әр жерде кәпірлер күшейе берді. Ал 1922 жылға барғанда 700 жылдай үстемдік құрған мұсылман халифат Османлы империясы құлап, бұзықтық жер жүзінде желдей есті. Адамзат азғындық пен күпірлікке толы заманға кіріп кетті. Ақиқатында Османлының құлауы адамзат үшін зор қасірет әкелді. Себебі ол шайтан халифатының орнауының айқын белгісі еді. Бұл заманда залымдардың атағы аспандап, олар жұртқа үлгі етілді. Жамандық істеу, әдепсіздік қылу мода болды. Өтірік шын, ал шын өтірік көрсетілді. Мұсылманда әхлул сүнна уәл жамаға лас мұнайпыл болған 1970 жылдардан бастап ғайып болды. Оның орнын уахаби салафизмға уланған адамдар тобыры басты. Қазір шайтан күш алып, бұзық елдер күшті болды. Халық бұзылып, соған орай әр жерде қыңыр адамдар билікке келді. Бас аяққа түсті, аяқ басқа шықты. Бұл ақыр заманда би бастық болудың өзі бір азапқа ұқсайды. Себебі бұл кездегі адамдар бастық болған соң жамандық, әділетсіздік, зұлымдық істемесе, өтірік айтпаса тұра алмайды. Олар соған ерікті еріксіз барады. Біліп-білмей зұлымдық пен әділетсіздік істейді. Билікті дұрыс ұстау өте қиын. Міне бұл да ақыр заманның бір сипаты. Одан сақтану өте қиын. Қазір сары майдан білдірмей қыл суратын сабаз саясаткерлер жоғалып, олардың орнын басты капиталы өтірікті шындай, ақсақты тыңдай ету болған саясаткерлер басты. Бірақ исламда билікке қарсы шығу жоқ. Исламда билік халықтың айнасы, халық қалай болса, билік солай, билігіне қарап, халқын біл дейді. Ал халық әр жеке адамнан тұрады. Сондықтан әр жеке адам өзін түзеуге ұмтылуы керек. Сонда халық та билікте, демек барлығы да түзеледі. Ал Алла да Құранда адамдар өздерін түземейінше, Алла олардың жағдайын түземейтіндігін айтқан. Демек, әр жеке адам ешкімді кінәламай, Алла әмірлерін орындап, өзін және отбасын түзеумен әбігер болсын. Алла осындай адамды сүйеді және оны бәле қаласынан сақтайды. Оған береке береді, оны қорғайды.